Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар, білім алушылар. Бүгінгі сіздер назарларыңызға майлар және өсімдік майлары технологиясы пәні бойынша келесі тақырыпта өсімдік майын алғаш тазалау, өсімдік майын кешенді тазалау, өсімдік майын гидратациялау процестері тақырыбын ұсынып отырмын. Осы тақырып бойынша келесі жоспарда өсімдік майын алғаш тазалау, өсімдік майын кешенді тазарту, өсімдік майын гидратациялау және өсімдік майын төменгі температурада тазалау тәсілін ұсынып отырмын. Механикалық тазалау майды тұндыру, сүзгілеу немесе ортадан тепкіш күшті қолдану арқылы бөгде қоспалардан тазарту әдісі. Механикалық тазартудан ғана өткен майды рафинатталмаған май деп аталады. Табиғи майлардың құрамында дайын өнімнің тауарлы түрін және тағамдық қасиетін төмендететін қоспалары кіреді. Бұл заттардан кейбіреулері майда технологияның бұзылуынан немесе майлы шикізатты сақтау кезінде пайда болады. Майдың құрамындағы қоспалардың мөлшеріне қарай түрлі әдістер қолданылады. Соның ішінде рафинация процесі. Рафинация процесін химиялық және физика-химиялық деп бөледі. Физикалық әдіске тұндыру, центрифугалау және сүзу жатады. Химиялық әдіске гидратация, сілтілі және қышқылды рафинация жатады. Физика-химиялық әдіске адсорбциялы рафинация, иіссіздендіру және дистилляция процестері жатады. Майды гидратациялау бұл майларды аз мөлшерде сумен өңдеу процесі майлардағы ақуыз заттарды, фосфолипидтерді және басқа да қоспаларды тұндыруға қолданылады. Механикалық қоспасы 0,1%-дан артпайтын тазартылмаған майда гидратацияға жіберіледі. Гидратациялау процесінің мақсаты майлардан мүмкіндігінше фосфолипидтер мен басқа гидрофильді заттарды бөліп алу. Ақуыздар майда мүлдем ерімейді. Майда олар жұқа суспензия түрінде болады. Гидратация әсерінен олар көлемі ұлғайып ісінеді. Соның әсерінен тұнбаға түседі. Гидратация процесін жылдамдату үшін май және су қоспасын араластырылады. Ақуызды заттармен бірге бөлінген фосфолипидтерді фуз деп атайды. Гидратация кезінде майдан ақуыздан және шырышты заттарды бөледі. 60 градусқа дейін қыздырылған май арқылы ыстық су немесе 1% ас тұзының ерітіндісін өткізеді. Ақуызды шырышты заттар және фосфатиттер ісінеді, коагуляцияланады, тұнба түседі. Тұнбаны алып тастайды, ал майды сүзеді немесе сепараторда тартады. Процесті өткізгеннен кейін гидратталған май және фосфатитті концентрат алынады. Механикалық тазалау мен гидратациядан өткен май гидратталған май деп аталады. Құрамындағы суды бөліп алғаннан соң одан фосфатитті концентрат алынады. Бұл өнім тағамдық өнеркәсіпте кеңінен қолданылады. Фосфолипидтерді бөлудің өндірістік әдісі оларды сумен әрекеттесу қабілетіне негізделген. Фосфолипидтерді ылғалдандыру процесі майға 45-60 градус температурада қатты араластыра отырып, гидратациялық агентті ылғалдандырғышты енгізуді қамтиды. Гидратациялық агент су тұздарының қышқылдарынан сілтілердің сулы ерітінділері болып келеді. Фосфолипид молекулалары неғұрлым гидрофилді мұнайдың негізгі бөлігінен бөлініп, қабатты интерфейспен қанықтырады. Фосфолипидтердің қатынасы су 1:1 және 1:2 аралығында болуы керек. Суды көп мөлшерде енгізген кезде судың құрамындағы эмульсияның түзілуі мүмкін. Оны бөлу қиынға соғады. Гидратация процесі келесі негізгі операцияларды қамтиды. Майды гидраттаушы агент пен ылғалдандыруш және араластыру. Майды гидраттауыш агент пен араластыру. Процесс температурасы және агент мөлшері майдың сипатына және сапасына байланысты анықталады. Фосфолипидтердің коагуляция процесін қамтамасыз ету үшін майды гидраттауыш агент қоспасының
экспозициясы дайындалады. Қалыптасқан фазалардың бөлінуі, гидратталған май фосфолипидті эмульсия, гидратталған майды кептіру және өнім алу, фосфолипидті концентратты алу үшін фосфолипидті эмульсияны немесе тағамдық өсімдік фосфолипидтерін кептіру болып табылады. Майдан гидратация көмегімен бөлініп алынған және фосфатидті концентрат түрінде келтірілген фосфолипидтер нан пісіру және кондитерлік өнеркәсіптерінде, сонымен қатар ауыл шаруашылығында малға жемдік өнім ретінде қолданылады. Бұл фосфолипидтердің жоғары физиологиялық құндылығына байланысты болып келеді. Сонымен қатар фосфолипидтер халық шаруашылығының өзге де салаларында қолданылады. Лак өндірісінде, бояу өнеркәсібінде, каучук өндірісінде, теріні өңдеуде қолданылады. Майдың түрі мен сапасына қарай гидратация нәтижесінде тағамдық және тағамдық фосфатидті концентрат немесе май алынады. Ары қарай рафинацияға жіберіледі. Сонымен бірге жемдік фосфатидті концентрат алынады. Көбінесе алдын ала нығыздалған майдан тағамдық май және тағамдық фосфатидті концентраттар алынады. Фосфатидті концентрат сапалық көрсеткішіне қарай иісі, дәмі, түсі, фосфолипид, ылғал, бос май қышқылдарының құрамына қарай оларды тағамдық және жемдік деп бөлуге болады. Өндірісте мерзімді және үздіксіз гидратация қолданылады. Майды гидратациялаудың мерзімді әдісі процесс мерзімді әрекеттегі гидрататорда майдың үздіксіз қозғалуы кезінде жүргізіледі. Гидрататорға құйылған май 45-50 градусқа дейінгі температурада қыздырылады. Араластырғышпен минутына 3 айналу жиілігінде қозғалады. Қозғай отырып, оған 0,3% ас тұзы ерітіндісі сіңіріледі. Оның температурасы 20-25 градустан төмен болмауы керек. Ерітіндіні май массасына қатысты 3-5% мөлшерде қосылады. Тұз ерітіндісі 12-15 минут аралығында ендіріледі. Осы уақыт аралығында фосфатидті жиынтық сумен араластырылады. Және гидратацияланған фосфолипид үлпектері түзіледі. Тұз ерітіндісін енгізгеннен кейін араластырғыш 10-14 минут жұмыс жасайды. Содан соң оны тоқтатады және майды 45-60 минут аралығында араластырмай тұндырады. Гидрататордан шыққан бірінші тұндырылған көпіршік, фуз, сонан соң май шығарылады. Майға суды өндірудің ұлғайтқан сайын коагуляция температурасы жоғарылайды. Нығыздалған күнбағыс майының коагуляция температурасы 7 градус, 0,16-0,120% су өндірілгеннен соң коагуляция температурасы 26-32 градусқа дейін көтеріледі. Майдағы фосфатидті жиынтықтың коагуляция температурасын жоғарылату үшін 21-30 градусқа дейін суару майдың тиімді гидратациясы деп аталады. Өсімдік майларын кешені тазарту әдістері. Майды гидратациялаудан үздіксіз әдісі процесті төменгі сатыларда құралады. Температура бойынша майды тұрақтандыру, май мен суды араластыру және мөлшерлеу, фосфатид үлпілдіктерін коагуляциялау, гидратациялық жиынтықтың майды бөлу, майды кептіру, деаэрациялау және сүзу. Майды салқындату және фосфатидті концентратты өңдеу. Майды сумен немесе қышқыл сілтінің әлсіз ерітіндісімен және фосфолипидтердің гидрофилді бөлігімен әсерлесетін басқа заттармен өңдеу процесі үздіксіз қозғалыста және май фосфатидтерінің сумен әсерлесуімен жүреді. Майға қосылған су немесе басқа заттар мөлшері алдын ала зертханада май сынамасын тәжірибелік гидратациялау арқылы анықталады. Гидратацияға қажетті су мөлшері экспеллерлі күнбағыс майы үшін 0,5-2%-ға дейін, қара мақта майы үшін 5%-ға дейін және одан көп жіберіледі. Май гидратациясының үздіксіз процесі кезінде майдың сумен әсерлесуі
секундты құрайды. Дәннің қаптамалық ұлпасы балауыздардан және балауыз тексіз заттардан тұрады. Майдың бөліп алу кезінде осы балауыздар оған өтеді. Балауыздар мен балауыз тексіз заттарды майдан шығарып алу майды төменгі температурада өңдеу арқылы жүргізіледі. Яғни майдан балауыздарды мұздату арқылы жүзеге асырылады. Майдан балауыздарды мұздату арқылы шығарудың мақсаты майдан балауыздар мен балауыз тексіз заттарды төменге 10 температурада салқындату әдісімен кетіреді. Бұл өзіндік технологиялық операция мұнда май еріген балауыз кристалдарының үлкеюіне әкелетін жағдай қарастырылған және оларды сүзгілеу арқылы бөліп алуға негізделген. Мұздату майды ағынды сумен жылу алмастырғышта 20 градус температураға дейін салқындатуға, сонан соң екінші жылу алмастырғышта мұзды сумен 10 градусқа дейін салқындатуға негізделген. Бүгіндікке осы, назар аударғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.